Түкке ұқсайтын сияқты мына бір. Сота берсең де бәріне. Бір кезде былай отыр деймін. Жигөл бикосың, панын шығарып. Кімге ұқсайды? Кімге ұқсайсың десем, бағана Мұрат. Мына жерде Wi-Fi жоқ, Wi-Fi. Wi-Fi қосылу үшін Наргизге 2000 теңге аудару керек қой. Нашар тартам екен мен. Қазір айтамыз, иә? Сіз не ма? Айтқанда не ма? Қосылып алсақ бола ма енді? Бізде Wi-Fi-ға ма? Болады, қазір просто парольді қазір біліп алайық. Иә? Берейік, осылай. Не, мегабайт бітіп қалды ма не? жоқ мына жерде. Тартпай жатыр деді. Жоқ, тартады жақсы. Алты полный болып тұр. Тартады, алтады. Бәрі тартады. Ал жігіттер наушник киеміз. Құлақ киіп отырсыңдар. Екеуміздің ортамызда тұра берсін, міндетті керек шығар. Барша тыңдармандарымызға қайырлы кеш тілей отырып, біз кешкі шоу бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақтарымыз келіп жайғасты. 4 жігіттен кәдімгідей сымбатты қазақтың жігіті қандай болады деген кезде көрсетсең, міне деп көрсететіндей жігіттерден құралған. Көзін тоятын десе. Иә. Жігіттер бірден айтып қойын, жаңа айттым, Наргиздің жігіті бар. Көп қарай бермеңдер. Ел Квадро тобы келіп жайғасты, достар. Қош келдіңдер. Қош келдіңдер. Сәлем достар. Нұрғалым, Ержан, Сырым және де Дін Мұхаммед жігіттер. Әңгімеміздің алихисасын бірінші топтың құрылу тарихынан бастасақ, кім идея тастады, неге Ел Квадро деп қойдыңдар деген сияқты әңгімеден кім жауап береді? Топтың құрылуы негізі ең бірінші кастингтен басталды. Кішігірім кастинг болып, 4 жігіт жиналып, дауыстарымыз енді кастингте... Кастингте осы 4-еуін ғана жиналдыңдар ма, басқа жігіттер болды ма? Жоқ, көптеген адамдар жиналған, соның ішіне 4-еміздің дауысымыз қойылған шарттарға келісіп, әндерге лайықты болып, 4-еміздің дауысымыз бір-бірімізге гармониясы келгендіктен қабылдандық топқа. Сендердің топтарының ерекшеліктері, сендер кроссовер деген жанрда ән айтасыңдар, яғни классикалық орындау тәсілі және де эстрада. Рэп айтпайды ма группада? Ондай жоқ па? Енді топтың продюсері кім, қалай енді жаңадан қазақ эстрадасын қадам басып жатсыңдар ғой? Сол жөнінде айтатын. Топтың продюсері Бауыржан Нұржан деген азаматтар. Біз негізі осыдан 2,5 жыл уақыт бұрын құрылған едіміз. Бірақ та 2 жыл тесттік режимде жүріп, жарты жыл шамасы болып қалды. Осында қазақ эстрадасына жарқын қадам басқанымызға және де әндерімізбен клиптерімізді түсіруімізге. Иә, 2,5 жыл бұрын қайда болдыңдар сол кезде? Енді 2,5 жыл бойы не істедіңдер? Біз неге естімедік сендер туралы? Және тілге тиек еттім, бұл 2 жыл бойы біз тесттік режимде жүрдік. Яғни группаның құрылғаннан кейін бір-бірімізге бауыр басу, тәжірибе алмасу, даусымыздың гармониясының сәйкес келуі. Сол сияқты енді ол жұмыс жағына келетін болсақ, біз көптеген жерде концерттік және де жабық кештерде, мерекелерде шығып жүрдік. Бір сөзбен айтқанда ақша жинадық десеңдерші. Ол да бар. Ал енді қазір қазақ эстрадасының топтары көп қой. Сендер кроссовер жанрын алып отырсыңдар, оның өзі бір ерекшелік ретінде қарауға болатын шығар. Және де өздерінің топтарының басқа топтармен айырмашылықтары не деп ойлайсыңдар? Айырмашылық көп негізі. Басқа топтардан айырмашылық бірінші красавчикпіз десең. Не деген қарапайым жоқ деп жерден езіліп. Жақсы, не ғой? Жақсы, айта берсін. Красавчик, бірінші, екінші. Енді көптеген топтар бізде ең бірінші біз сияқты топтардың көбісі классика жағына көңіл бөледі да, 80% классика жағына көңіл бөліп кеткендіктен енді көптеген топтарымыз азайып кетіп жатыр. Бізде 50-50 эстрада мен классиканы бірге ұстап жүрміз қазіргі таңда. Иә, енді кастингке келген кезде жігіттер сендерге бір арнайы критерий қойылды ма? Мысалы, бойға байланысты болсын, сондай жерден өткен сияқтысыңдар сендер. Иә, біздің жаңағы Бірінші түрге қарады ма? Шындықты айтыңдаршы. Шындыққа келсек, негізі өнерде барлығы негізі өнер адамдарының әдемілікті жақсы көреді ғой. Шынымен де бірінші түрге қарады, бойға қарады бірінші. Біздің концерттерге шығуымызда, кештерде ән салуымызда негізі осы киім үлгіміз, стиліміз, содан кейін бойларымыз деп атсыз ғой. Сіз бойларыңызға қараған сияқты деп. Қанша бойларыңыз? 180-ден асады ғой? 180. Кім бойы ең ұзыны? Сырым. 181. Бой ең ұзыны және де ең үлкені араларында.
Енді біз дәл қазір жұлдыз.fm Instagram парақшасында тікелей эфирде отырғанымыз айда өтейік. Біздің Instagramдағы көрермендерімізден де сіздерге сұрақтар болса біз жолдай отырамыз, достар. Және де бізде студиямызда тікелей эфир нөмірі жұмыс жасап тұр. 388-101 Алматы қаласының бағыты 8727 хабарласып, біздің қонақтарымызға сұрақ, сауал жолдасаңыздар болады. Алдағы уақытта жігіттерден қонақ кәдеде сұраймыз. Мен қазір бір ән тыңдап алғаннан кейін, бұл жігіттердің шығармашылығымен сіздерді дұрысырақ таныстыру мақсатында. Сондықтан жігіттер дайындалыңдар, қонақ кәде болады қазір. Бізде азаған уақыт бар екен. Қай жақтың жігіттерсіңдер, қай жақтың азаматтарысыңдар сол жайында? Қысқаша айтыңыз. Қысқаша. Нұрғалым Алматы, мен Алматы, Сырым Алматы, ал Димаш бауырымыз Тараздан. Жаңа сол шетте отырып қалған екен ғой. Ең шетке отырғызып қойыпты Тараз. Бізге жақынырақ отыршы. Дінмұхамед. Бірге оқисыңдар. Бір группада ма? Бәріміз бірге. Димаш, мен, Нұрғалым үшеуміз бір группада оқимыз, ал Сырым бізден бір курс жоғары оқиды. Бұл топтың қандай әндері бар деп сұрап жатыр екен достар. Сұхбат арасында біз Илькуатор тобының репертуарынан әндерді әрине береміз. Дәл қазір енді Илькуатор тобының репертуарынан опера деген. Дұрыс қой атауы, Оңға да солға да. Оңға да солға да. Бірінші оңға да солға да деген әнді тыңдайды екенбіз. Бұл жігіттер жаңағы айтып отырық қой. Жанрлары жаңағы кроссовер, классикалық әндерді, эстрадалық жанрдағы әндерді орындай береді. Оң мен солны жоқ дейсіңдер ғой жалпы. Налево, направо, қарамай ұрады. Иә. Достар, ән тыңдап алайық. Бірінші жарнамалық үзіліс екен, одан кейін ән тыңдаймыз, сосын студия қайта ораламыз. Не ма? Димаш, қош келдің деп жатыр. Димашты ғана таниды ішінде бәрі. Тараздың жігіттері жазып жатыр. Шығармашылық табыс тілеймін дейді. Бұл Гүлбаршын апай Илькуатор деген топ біздің қазақ эстрадасына. Папканың аты опера ғой. Оперный әндер ма? Оңға да солға да. Епе қой. Айтпай ақ қойыңызшы. Иә. Мен жаңа. Мына ән сіздерде тұсау кесіліп жатыр негізі. Қазір қойылатын ән. Тұсау кесер ма? Иә. Түсіріп аламыз ба? Түсіріп алайық. Оңға да солға да деген ән. Сонда тұсау бар. кесіліп. Ой. Ержанның мұртымен колбаса кесуге болатын сияқты дейді. Еркінбекұлы емес па? Нұрбол Еркінбекұлы жазып жатыр. Постоянно әр комментарияның астына жазып беретін. Сөйтіп па? Мен 28 сурет салсам, 28-дің бәріне жазып. Қандай ән айтасыңдар? Қазір ма? Қазір мен микрофонды Практически айтады. Амал болса. Кроссовер бар. Сіздерде классикалық бағытта топ келді ма негізі? Иә. Бірінші қай топ еді? Ана карантиннің алдында бір күн келді Voice ғой. Voice. Voice, иә. Войс келді ма сол кезде? Voice квартеті келді. Ол жігіттер де кәдімгідей классикалық жанрда ән айтатын жігіттердің бәрі бүйтіп кәдімгідей қатып қалған болады. Біз ондай емеспіз. Біз қаттағансыз. Пластичный, да? Жұмсақпыз ғой. Менің бойым 183 дейді. Мен алыңдаршы топқа дейді. Үлгермей қалдыңыз. Жоқ, түр нормальный болу керек сосын. Жұлдыз FM-де менің атым аталды дейді. Нұрбол жуатын болдың ғой, бұның ішіп кетті бірақ. Әдемі. Жақсы. Сұрақтар қойыңдар достар. Жігіттерге. Жанды дауыста тыңдап көрейік та жігіттер дейді. Әрине, қонақ кәде болады жігіттерден. Қазір біраз кішкене сұхбаттасайық. Жақынырақ танысайық тағы да. Не әңгіме дейді? Әңгіме? Сендер біз анау мектеп кезінде F4 деген не бар ғой? Сондай сериалды көріп, кәдімгідей өлетініміз бар ғой. Соның жаңа Кучемпио, Чиху дегендерге, иә. Сендерде бір сериал түсіруге болады сияқты ғой? Бұйыртса ол да болатын. Бола ондай? Ол да өте жақсы болады. Кастингтерге барып тұрады. Қысқарсаңыз Балалар барып тұрады. Сендер кішкене андай не сияқтысыңдар да? Скромный да, қарапайымдар. қазір біраздан кейін ашыламыз. Ашылу керек. Жай ашылады. Тараз жақында отырсайшы дейді. Мұрты бар бала Fortnite ойнай ма деймін дейді. Ойын ба ол не? Компьютерный ойын ба? Білмейді екен ол туралы. Қазіргі таңда неше әндеріңіз бар репертуарда деп сұрап жатыр. Репертуарда негізі толықтай 7-8 әндей болып қалды. Негізі дайындары қазір бүгін келген студияға үшеулен ғой. Соткада жатыр. Көбісі соткада жатыр. Көбінесе студия, кімдердің студиясын жазып отырсыңдар? Валек. Валек ма? Әнді түсіріп алайық. Паша. Сіз ана жаққа барасыз. Сосын айтып жіберіңіздерші, пожалуйста. Жұлдыз FM радиосында тұсаукесер әннің атын
Кабыл алыңыздар, биздин радиодон тыңдай аласыздар, Жұлдыз FM бізге радиосын. Димаш сен мына жаққа кел. Бәрің бірге тұрыңдар. Сосын алда кішкене түсіріп қойыңыздар, микрофонды шығып. Сосын дауысын шығару керек ана жерде. Ақа ана жерде бергі жағындағысын орайсың, иә? Димаш өтіп кетші. Әдемі? Микрофонды кішкене былай түсіресіз, көрмер. Мынанда түсірейін ба? Ара өзіңе қарай тарта сал бұрышқа. Аха. Нормально ма? Не деп айтамыз? Жұлдыз FM радиосында тұсаукесер, әннің атын айтасыздар, қабыл алыңыздар, достар, тыңдап бағасын беріңіздер. Сіздермен бірге Илигуатра тобы деп. Иә, и дауысын шығара саласыздар, шы? Да. Қайырлы кеш достар, бүгін Жұлдыз FM радиосында тұсаукесер. Әннің аты оңға да солға да. Қабыл алыңыздар. Сіздермен бірге Il-4! Бағасын беріңіздер достар. Қызығып жүргін дейсің әлде кімге алаңдап әр нәрсеге үндемейсің ойлаумен сені ғана күнде түнде мені жүр демейсің сені ғана сүйіп бұл жалғанды жүрегімде махаббатым болып қалдың жаным тілегімде Димаш сағызын тастады ғой. Қазіргі таңда әнші көп, шәмшіге жетер ешкім жоқ дейді. Шәмші атамыз енді әнші емес қой. Композитор ғой. Жалғыз жүрегімді жібермедің ұстап алды мені сүйер ғой сол болса еркелеп жүріп алып Әңгіме айтайық па? Миым ашып кетті. Наргиздің миы ашып Қазір кетті. ән айтасыздар сіздер. Иә, дайынсыздар ғой, иә? Микрофон сізде бар, үшеуіңізде бар. Нормально лучики, нормально ма? Сен микрофонды екін бере сал, иә? Нормально. Аха, мен айтайық. Кішкене сәл жақтан жоғары қойсай. Нормально лучики. Нормально лучики. Наушник тағып ал. Әдемі естіледі, бәрің бір-бірлерін естіп отырасыңдар. Микрофонды ауайландыр, иә? Сонымен достар, кешкі шоуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Il-4 тобы. Дұрыс айттым ба? Аттарыңызды? Иә. Тағы да қош келдіңіздер. Жаңа енді уәде бергеніміздей, сіздерден қазір қонақ кәде сұраймыз. Дайын болсаңыздар, қандай ән айтасыздар? Карузоға арнау деген ән. Біздің ортамызда. Карузоға арнау деген ән. Карузо атаға арнау. Аха. Памяти Памяти Карузо ғой. Естіп. Сондай классикалық жанрда ән бар өзі. Ондай жоқ деп айтты. Жаңа қалжың ғой. Ал, кеттік ендеше, тыңдай. Кеттік па? Кеттік, дайынсыңдар ма? Дайынсыз. Guida per mare lucica e gira forte il vento su una uomo vice terrazza davanti a quel forte soriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che avevo pianto poi scischia la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie sangue dentro me. Sta bene,
Тамаша. Жаңа соңындағы ля деген нота әдемі кетті. Естіп қойдым. Ал достар, енді бәрің бір жерде оқимыз деп жатсыңдар, қай оқу орнында оқисыңдар, сол жайында. Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының студенттеріміз қазіргі таңда жеке ән салу деп аталады, біздің академиялық ән салу. Классикалық вокал. Вокал бөлімінде ән саламыз. Енді сендер кроссовер жанрында ән айтқаннан кейін эстрадалық ән айту жаңағы өз бөлек қой енді классикадан қарағанда. Сол жағынан кімнің орны, мысалы мен түсінгенімше Нұрғалым классикалық жанрдағы жаңа партияларды орындайды сияқты, жалпы бұл ән жаңағы опера жаңағы стилімен айтылатын ән ғой негізі. Негізі бұл классикалық стильде айтылатын ән. Негізі жаңағындай Димаштың айтып отқаны өте дұрыс. Мысалға эстрадалық әндер болса, біз төртеуіміздің де даусымыз келеді. Яғни енді біз тіпті бір андай нақышына келтіріп орындамауымыз мүмкін. Эстраданы ма? Бірақ та эстраданы былай толықтай түсініп, біліп, және де соны бір келтіріп халыққа ұсынуға тырысып жүрміз. Жалпы өздеріңе қайсысы ыңғайлы? Классикалық жанрдағы әндерді орындаған ба, әлде эстрада жақын ба? Бізге бір не жоқ, шектеу жоқ. Батырға оң солды, оңға да солға да жалпы. Иә, жігіттер, дауыстарын қалай күтесіңдер? Дауыстарымызда енді мұзда ішпеуге тырысамыз, суықта жүрмеуге тырысамыз. Қыста жүрсек енді мойында шарф болады, міндетті түрде. Дауыс сақтаудың барлығы амалы сол ғой. Негізі тамақ жылыстасаң, даусың сақталады. Даусымызды тағы сақтайтын бір тәсіл бар. Бізде распевка деген бар. Біз жаңағы әр ән айтудың алдында распевка жасаймыз. Ол жалпылама тілмен айтқан кезде, мысалы қыста мәшинеңді оталдырған кезде бірден айдап кетпейсің ғой. Оны қыздырып аласың, тамақты солай қыздырып аламыз. Ары қарай содан кейін басамыз, ән айтамыз. Концертке барғанда да, конкурсқа шықсақ та солай қыздырып аламыз. Тамаша. Жаңа енді біз жігіттермен эфирге шықпас бұрын танысып алғанбыз. Жігіттер 97, 98, сосын сіз 97-сіз, иә? А сіз 93-сіз. Қиын емес па? Наргиз, жылдарын сұрамашы, мен өзімді кәрі сезініп отырмын кәдімгідей. Сендерге қиын емес па? Жоқ, бізде сырның жүрегі 97 деп соғады негізі. Мотор жаңа десе. Привозной мотор қойылған жоқ. 97 ма не? Қызы. Жоқ, оның қызы жоқ. Негізі өзінің жүрегі, оригинал жүрегі ше. Жақсы енді, жігіттер сендер топ-поп құрылайын деп жатқан кезде, бізде солай ғой жалпы эстрадада. Бір топ құрылса, міндетті түрде қыздардан құрылған, оларға бір 5 жылға дейін мысалы күйеуге шығуға болмайды деген сияқты. Сендерде сондай жоқ па? Күйеуге шығу емес енді жаңағы әйел алу. Әйел алу. Оның бір толықтай бір шектеулі жоқ, бірақ та енді қазіргі таңда біздің болашағымыз үшін, болашағымызды жарқын ету үшін әзірге қыздарға бүйтіп қарап, жаңағыдай жар таңдауға әлі асық емеспіз. Енді Сен шығар ол асық емес, Ержан сізші. Ержан пісіп отқан сияқты кәдімгідей. Бәрімізді тыныштық қой. Бірінші, иә, сол Күту үстінде. өзіңнің мамандығыңды алдыға жүргізіп, осы топты алдыға шығарып алсақ, елге танытып алсақ. Қалған бәрі сосын бола жатыр дейсіз, Алла қаласа. Достар, дәл қазір енді Илгуатора тобының орындауында тағы да бір керемет ән тыңдайды екенбіз. Солай ғой, әннен кейін студиямыз қайтадан жалғастырамыз, достар, алыстамаңыздар. Есет Әлімжан деп тұр ғой. Басқан қой жіберді ғой. Жоқ, мынау біздің папкада болмаған бұл өлең. Есет Әлімжан қайда дейді. Біздің папкада ғана емес. Почему Есета слушаем? Там же было 3 песни. Все хорошо. Ой. Аранастырып қояды. Сіздер 3 ай ғана бердіңіздер ғой, бізге 1 сағатта 6 ән сиятта эфирге. Сол үшін басқа әншілер тыңдаймыз арасында. Достар, бауырлар, жаңа енді әртүрлі қаншадан бар әртүрлі пікірлер бар ғой. Ең бастысы жаңа біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос дейді. Сол сөзді алдыға қойып жүруіміз керек бәріміз. Сосын чатта Әлішер бауырымызға айтайық. Боқтық сөздер жазбаңыздар. Бір-бірлеріңізге сыйластықпен, құрметпен қараңыздар. Бірге? Сол жалпы. Ау. Қазір ол ән біткеннен кейін, осы бәрі біткеннен кейін айтып жібересіз ғой, ол біздің ән емес деп. Иә, қазір айтамыз бізде Есет Әлімжан.
Не қырғын аны мені ойбайтын Гүлмира деген. Елдің бәрі ойлап қалғанша мына экватор екен деп. Гүлмира ханым, енді әйел азаматсыз ғой, кішкене ортада өнеге көрсетіп, мәдениетті болып отырсаңызшы. Жігіттер, сендердің өнерлеріңді бірақ көбісі Әйтпесе. Қазақстанда негізі түсінбейтін шығар, иә? түсінеді адамдар бар. Кештерге барған кезде Бірақ жақсы. сендер көбінесе закрытый нелерге барасыңдар да, енді андай, например, обычно кәдімгі тойларға шақырмайды шығар. Бәрі бар. Бәрі Біз бар. негізі әр қалада біз көрсетеміз. Әр қалада енді бөліп жағмаймыз, бәрі қалды. Андай әндерің бар ма бөлек кішкене эстрадаға келетін? Бұлар жігіттердің әндері кеше тыңдадым. Әндерің былай қараған кезде артынан жаңағы екінші дауыста, басовый дауыстарда жаңа классика болса, основной сольный звук эстрадный жанрда болады екен. Біздің күрішіміз сол ғой негізі, сол арт жағынан араластырып, дауыстар Мана ұстап. да сол қалада тыңдаған. Кез То есть келген қазір бір зәңгілесем, содан кейін барып сондай жанрда бір ән айтып жүрсеңдер, ә? Я қазақи Более кәдімгі. андай поп музыка ғой, кәдімгі популярный ше. Жарайды. Енді сіздерде гитара бар ма? Гитара бар. ничего. Не айтамыз? Сағындым ama. Я акапелла ұра берсеңдерші 4 дауыспен. Алматы күнін айтасың. Алматы түнін айтсақ па дегеніміз ғой? Қандай Алматы түні деген? Не, дос Хасанның репертуарында. Жоқ, акапелла айтамын. Наргиз мұнда, Наргизді сұрап жатыр. Я достар осындамын, осындамын. Наргиз осында, Наргиз. Аузыңда ауыртпашы дейді. Неменесі не? Қатты тоймастың, Жоқ, достар кішкене не болайық та енді. Жігіттер хейтерларың құтты болсын деп жатыр. Иә. Жалпы хейтерларың бар ма? Жоқ, білмейміз енді бар болса бар шығар. Хейтерларға Көңіл бөлмейміз. Білмеймін, жаңа біз деген сендердің суреттерін, видеоларын салып еді, қыздар деген жазып жатыр ғой. Жаман ойда болмаса болды ғой. Қыздардың бәрі деген сендер десе өледі екен. Жаман ойда болмаса болды. Ана кімнің Элтон Джон ба или сол бір батыстың әншісі мен туралы не десе о десін, ең бастысы мен туралы айта берсінші деген екен да. Бізде де сондай ұстаным. Жақсы, иә, жақсы ұстаным ол. Иә. Өте жақсы ұстаным. Бізде андай хейтерлар бар негізі, жаман да айтып сөйтеді сөйтеді. Бірақ енді бұл сынға ілінгеніміз біздің өсіп бара жатқанымыз деп есептейміз. Мен жақсы, бәрі жақсы деп берсе білмеймін, ол да дұрыс емес. Черный пиар это тоже пиар, так Жоқ, что. пиар деген де емес мәселе. Нет, вообще қалай айтса да, главное сендер оларға қызық әңгіме айтып жатырсыңдар. Нұрбек құттықтап жіберші дейді. Кім? Анар, сіздің хатыңызды тапып қоя тұрмын. Сырым, сіз үйленбегенсіз ба әлі? Сырым, түріне қарасаң үйленген сақ? Солға қарай білдіңіз ғой. Солға қарай білгендер үйленген. Сол қалай келгендер. Иә. Мен былай қарай күліп үйреніп қалғанмын. Налево. Мен постоянно осылай күлемін ғой. Бүгін әпкемнің туған күні еді. Бағана обедті үлгермей қалдым. Өтініш ақтауда тұратын еді. Құттықтап қойсыздар ма? Радио ФМ ол кісі тыңдап отыр еді дейді. Анар, енді әпкеңіздің аты жөнін жазып жібермейсіз ба? Сосын бізде қазір осы бағдарламадан кейін құттықтау бағдарламасы басталады. Сол кезде хат жазыңыз осы жаққа. Жасың үлкен болғанмен бәрі үйленген деп ойлайды, неге осы? Ал, білмеймін. Солай шығар. Эфир, наушник алайық. Қайырлы кеш достар. Сұрақтарыңыз болса. Ал достар, кеші бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде сіздермен бірге студияда Нұрбек Қасым, Наргиз Ибрагим және де қонақтарымыз Эль Кватро тобы. Тағы да жігіттер, қош келдіңдер. Қайырлы кеш баршаларыңызға жолда кетіп бара жатқан азамат жолдарыңыз Ішіңнен айтып отырсың ба? Бұл айтып отқан достар, сіздерге ақжол болсын деп тілеп отырған жігіттің есімі Нұрғалым. Сонымен жігіттер енді сендерге жиі қойылатын сұрақтардың бірі шығар, Il Quattro деген не мағынаны білдіреді деп. Сосын Италияда бір топ бар, Ресейде топ бар мысалы. Quattro деген. Әрқайсымыздың айырмашылығымыз бар. Негізі Италиядағы топтың аты Il Quattro, екі Т бар. Бір әріптің өзі үлкен мағына ғой енді. Ал Россияда Quattro, Ресейде. Ал біздікі Quattro, Il Quattro. Ол итальян тіліне аударғанда біздің тілімізде төрттік деген мағынаны білдіреді. Біз төрт жігіт болғандықтан анық біз көргенде атымыз көрініп тұрсын, не үшін Quattro екен көрініп тұрсын деп Il Quattro деп қойдық. Ол төрттік деген мағынаны білдіреді. Алдағы уақытта жеке-жеке бөлініп кету мүлдем жоспарда жоқ па? Жоқ, Il Quattro құрылғандықтан Il Quattro болып бәріміз бірге жүреміз.
Енді Қойыңдар үйлену керек кейін. 2 жылдық тесттік режимде жүргенімізде сол болатын негізі. бір-бірлеріңе үйренісіп, бауыр басып. Бауыр басу, бірге тұру, бір тамақты бөлісіп жеу, сол барлығы осыған Кімнің мінезі ең нашар жаңағыдай? Қиындау. Қиындау, иә. бәрімізге Икемге бірдей. келмейтін. Қой. жоқ мінезі қиындау дейтін негізі кез келген адамда мінез болады ғой негізі оны көрсете берсе де болмайды ғой адам сабырлы болу керек негізі Енді мынау екі адам жолға шықса, біреуі әйтеуір басшы болады, ол белгілі, иә? Біреуінің айтқанын тыңдайды. Сендердің араларыңда өздерінің лидерларың кім? Енді арамызда сырым біздің үлкені. Үлкен болғасын енді сырымды тыңдаймыз, құрметтейміз, сыйлаймыз. Інілік ізетімізді білдіреміз. Сырым, үйде жұмсайсың ба бәрін? Ағалыңды, үлкендігіңді білдіріп. жұмсайтындай Қате түсін қалмаңыздар, тек қана жұмыс барысында ғана ол бізде лидер. Ал былай өмірде біз доспыз ғой. Таразын жігіт айтып отыр ғой, таразын жігіт. Сен бөлмей ма, Димаш? Жоқ, бөлмейді. Бірге тұрып әр қазақ менің жалғызым деген Өткені біз Алматыда әртүрлі колледжде оқығанбыз. Мына 3 жігіт өздері басқа колледжде оқыды, мен басқа колледжде оқыдым, бірақ жаңағы жатақханамыз бір жерде орналасқандықтан бір-бірімізді көріп, сәлеміміз түзу болатын сол кезден бастап. Сосын енді тағдыр айдап келді ғой. Консерваторияның қабырғасында оқып жатырмыз. Енді жаңа айтып жатсыңдар, продюсерлерің бар, кәдімгідей араларыңда бір келісім шарт бар ма, қағаз жүзінде жазылған? Қағаз жүзінде, иә. Бар ғой, иә? Келісім шарт бар. Бірақ та ол жерде бір андай бір аса бір енді кейбір продюсерлік орталықтар болады ғой, нақты бір шарт қойып, сол шартты орындау, солай жүру. Жоқ, бізде бір андай айтқандай шарт. Мұқият оқыдыңдар ма келісім шартты? Мұқият оқып, төртеуміз танысып, сол келісім шарт бойынша жұмыс жасап, сол бойынша қазіргі уақытта жүріп жатырмыз. Жұмысымыз алға қарай жүріп жатыр, нақтырақ айтсақ. Жаңа Наргиз сұрап жатыр ғой, топтың жұмысы барысында отбасын құру жөнінде енді болып жатады да көптеген топтарда. Жұмысқа кедергісін келтіруі мүмкін деген сияқты оймен. Сендерде сондай пункт бар ма? Осы топта болған кезде отбасын құруға болмайды деген. Үйлену жайлы. Жоқ бізде. Енді бірақ жігіттердің өзі жұмыс істеу үшін, алға жүру үшін әлде еңбек ету керек. Жасымыз жалындап тұрған уақытта жұмыс істеп қалу керек. Ал үйлену күте тұрады деген ойдамыз. Жас жігіттер болғасын түр келбеті жарасқан жігіттерге әрқашанда қыз табылады деген ойдамыз. іздеп жүрміз Ел мақтаған жігітті қыз жақтайды дейсің ғой? Жақтап жатыр. Дұрыс айтады негізі. Әйтеуір әр адам жұп-жұпмен жаратылған ғой, бәрібір. Әйтеуір қанша уақыт өтсе де өзің уақыт келген кезде міндетті түрде екінші жартыларыңды кездестіресіңдер деп ойлаймыз. Енді ән таңдаған кезде неге мән бересіңдер? Көбінесе болмаса кім таңдайды? Біз әнді жаңағы командамыз біздің өте үлкен. Жаңағы әнді біз ортаға тастаймыз, талқылаймыз, ұнағандарға ұнайды, ұнамайды деген шешім қабылдаймыз. Қай жеріне мән бересіз дейсіз ба? Ең бірінші біз сөзіне мән береміз. Шет тілінде бәрін сөйлей аласыңдар ма? Түсінесіңдер ғой? Шет тілде сөйлей аламыз деп айта алмаймын, бірақ түсінеміз. Көп әндерің шет тілінде ғой сіздердің? Итальяндық әндер. Итальяндық. Біз мына оқып жатқан консерваториямызда бұл жерде міндетті түрде ағылшын тілі мен итальян тілін оқытады. Сол екі тілді қазір жетік меңгеруге тырысып жүрген жайымыз. Түсінікті. Дәл қазір енді сұхбатымыз сәл кідірте тұрып ән тыңдайық достар. Жаңа ғана орындалған ән біз енді айтқан едік, Илькуатора тобының орындауында болады деп. Бізде Антон басқа ән қойғысы келген екен. Есет Әлімжанның қайда деген ән тыңдаған болатынбыз. Осының алдында дәл қазір енді Илькуатора тобының репертуарынан ән тыңдаймыз достар. Қыз не, күтуге тиіспа не сонда, аялдамада тұрған қыз жоқ қой. Бірақ әзіл деп жазып өтті. Тимур, салам алейкум бауырым. Сен что-то сабаққа келмей кеттің соңғы кездер. Эфирге кешігіп жүрсің. Бізде Жұлдыз FM-нің кәдімгідей сұрақты деген үнемі қаншама жылдан бері келе жатқан тыңдармандарымыз бар, өздері эфирді жібермейді кәдімгі соны. Қалжыңдаймыз, сабаққа кешіктің ғой, неғып кешкердің деп. Кеше қайда болдың деп. Сен ең сал жерде сылайын ба? Саласаш, уақыт болды ма? 37. Тренировкаға барасыңдар ма? Жігіттер? Қазір карантин жабық енді пока что біз баратын жер. Ал негізінде барамыз. Бірге тұрып отырсыңдар ма бәрі? Қазір барамыз, барып жүргенбіз негізі. Көп жылдар бойы.
қазір карантин болғаннан кейін енді амалын қарастырып үйде жаттығып қазір карантин уже біткеннен кейін сыртқа шығып ана қазір аулалар қазір жақсы болды негізі. Физика жағынан ең күштісі кім? Димаш сияқты. бәріміз мықтымыз. Жоқ, енді болады ғой енді. Димаш өзінше қана. Білмеймін енді былай. Әркімдікі Бәрі ничего сияқты. Біреу отжиманиядан, біреу брусьядан деген сияқты ма? Қарындарым жоқ па, главный болды ғой. Қарындарымыз жоқ. Десем аяқта. Топтың мағынасы төрттік деген мағынаны білдіреді екен Гүлбаршын апай. Не ғой? Тараздың қай жерінен түсінші, сен түрін таныс. Өзіне Қай микрорайон бірдеңе ма? 12 жыл. Таразда тұрған кезде тойда ән айтушы ма едің? Так, мен Тараздан 2013-те кеттім. 2013-те кетіп қалды. Айтып жүрдім ғой тойда. Россия бір жерде көрдім. Сен де Тараздасың ба? Мен Қай жақ, Таразда қай жақ? болғам. Өзінен. Үшінші микрорайон. Тараздықтардың әңгімесін үзбей былай қарай ауыса салайық. Қай колледждерде оқыдыңдар? Жүсіпбек эстрада цирк колледжінде оқыдық. Сырым, мен, Нұрғалым. Үшеуің бір. Мен Петр Ильич Чайковский. Ой, Чайковскийді оқыдың ба? Қай неде оқыдың? Оперный да? Мен де Чайковскийді оқығам деп айтып, келген сайын айтамын қонақ. Чайковскийді оқығандардың бәріне десең. Мен Жирқорда оқығам. А-студиямен дуэт болады деген рас па дейді. Жоспарда бар. Негізі бізде андай ырым бар. Жоспарымызды ешкімге айтпаймыз ше. Бірақ біліп қойып отыр ғой. Орындалмай қалды деп. Бірақ енді бір жоспарымызды бір По-любому естетін адамдар болады ғой негізі. Сендер ана бір кеше инстаграмдарынан қарасам бір презентация жасап кәдімгідей Мейрамбек ағамыз келіп, сол топтың презентациясы ма әлде топтың презентациясы? шоу бизнеске қадам ғой. РЦК сила дейді. Нұрбол РЦК-ны бітірді дейді. Чайковский сила. Біздің кезімізде Чайковский еді, енді қазір білмеймін енді. Қазір заман басқаша ма? Адамдар да басқаша болып кетті ғой. Сен гонорарларын айтуға болмай ма? Жоқ. Қазір белгілі бір ақшамызды алып отырмыз. Ал, Ең бірінші орында ақша емес, эфир екен. өнер ғой. Құрметті тыңдармандар, бүгін бізде кеш шоуда қонақта Илгватро тобы, 4 жігіттен құралған 4-тік квартет, былайша айтқан кезде. Жаңағы кроссовер жанрында, яғни эстрада, классика жанрын қосып әндер орындайды. Әндерін біздің Жұлдыз FM радиосынан алдағы уақытта тыңдайсыздар бұйыртса. Достар, сендерге жігіттер сұрақ, жақында осы сендердің топтың презентациясы болды. Мейрамбек Беспай ағамыз келіп өзінің батасын берген екен. Қалай өтті жалпы? Өте керемет, жоғары дәрежеде өтті деп ойлаймыз. Енді келген қонақтар бар, өзінің тілегін айтқандар бар. Бізге ұнады, халыққа ұнады деп ойлаймыз. Мына инстаграмда бізде сұрақтар келіп жатыр. Көбінесе сендердің басқа әншілерден ерекшеліктерің не дейді? Жаңа мен басында сұрадым ғой, енді тағы да бір айта өтсеңдер. Біздің енді ерекшелігіміз біздікі нақты эстрада емес, қатып қалған опера емес, 50-50 операны да эстраданы бірге алып жүреміз. Дауысымызды соған ыңғайластырып, бір әннің ішінде көрсетуге тырысамыз. Түсінікті. Бүгінгі тақырып жайында сұрайықшы Наргиз жігіттерден. Қарыздан құтылу жолдары деген тақырып алып отырмыз. Бәрі күліңдер ғой. Қарыздар көп сияқты бәрін. Негізі Қарыздан Құдай сақтасын. Нұрғалымда қарыз бар оу, осы бірін айтқысы келіп отыр Нұрғалымда. Бірден сомасын айта сал. айтқым келген ол емес. Күлкім келіп тұр да, сол қарыз туралы негізі көп адам осы берекесін алып жүретін дүние ғой. Қарыз деген. Алып қарыз беру деген сияқты. Досты да ажыратады, сол ақша нәрсесі. Енді жеке басында қарыз бар деп айта алмаймын енді бір енді төртеуміздің арамызда бет бір-бірлеріңнен бола ма кейде? бір-бірімізден жоқ андай бір ақшаны беріп қайтып сұрау деген андай жоқ екен. Андай әдет жоқ па? 3855 теңгеден бөлеміз мына счетқа деген. Только домалақтап алып сразу 3900 дей саламыз. Не дейсің, Ержан? Грубо Домалақта 4-тен бөлісе саламыз деп отыр ғой. 87 бірдеңе деп айтаймыз сразу. 4-тен үстінегісін сырмалама оны. Қалғанын? Қалжыңдап жатыр Сендерші, Димаш? Менде өз басымда қарыз жоқ, Құдайға шүкір.
кредит та жоқ. Не деген бақыттысыңдар. Жоқ, енді қарыз болған жағдайда өздерің қалай ойлайсыңдар? Қалай құтылуға болады Жаңағы тез арада? өгізді де қинамай, арбанды сындырмай, қарызды абыройдан айырылмай қалай тезірек? Қарыз енді өмір болғаннан кейін адамдар болады, қарыз алады. Енді қарызды алған кезде адам баласы ойлану керек па, негізі ми берілгендіктен енді адам баласы міне жұмыс істеп жүрсің ба, қарызды алған соң қайтаратын уақытыңды білу керек. Енді алла жазып тірі болып жатсаң, сол уақытқа дейін ақшаңды алып қайтаруға тырысып, соны қайтару керек. Өйткені ол еркектік намыс деп ойлаймын енді. Еркектің сөзі жерге тасталған ол қате болар. Айтылған ол. Тағы да андай нәрсе бар, естігенім бойынша ғой. Мен мысалға қарыз алғаннан кейін өзің ниетің болса қайтаруға, ол Алла тағала саған көмектеседі. Енді бәрі алмайды деп айтпаймын, алатын жағдайлар да болады, өте қиын жағдайларда. Енді бұл өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой. Сол кезде алған кезде нақты бір ниетпен қайтарам деген ниетпен алсаң, ол кезде уже мынандай күні қойып беремін деп уже жігіттік сөзіңді берсең, уже қойып беремін. Тура келетіндей жағдайда болса болды. Түсінікті. Мұртты жігіт МБН тобындағы еркешке ұқсайды екен дейді. Жалпы бұрыннан мұрт бар ма еді, или топқа келген кезде кішкене образ қалыптастыру үшін қойдың? МБН емес қой, ол әлем өт қой. Білмеймін, солай жазыпты. Еркеш қайда кетіп қалған деп қоямын. Енді бұл мұртқа байланысты көп адам айтады маған, негізі көп мынаған ұқсайсың дейді. Еркешке де ұқсайсың дейді. Көптеген адам дейді Қазақстанда, өйткені маған ұқсайтын адам көп екен негізі. Ол да жақсы қой, негізі ұқсататын адамың болса. Енді Мысалы, мен Брэд Питтке ұқсатады көп жерде. Сол сияқты. Иә, мені мысалы Уилл Смитке ұқсатады. Мен қазір басқаша біреуге ұқсатып отырмын, қазір айтам саған. Уақыт өте келе 3 минут сайын жаңа образдар пайда болады. Бізде қазір жарнамалық үзіліс ойдым, Антон, е? Жарнамалық үзілістен кейін бағдарламамызды ән тыңдап алып ары қарай жалғастырамыз достар. Қарыз туралы қайта айтыңдар, что-то қайтармай жүр дейді. Кім қайтармай жүр? Даник, ат жөнін жазып жібер десең. Французский актерларға ұқсайсың деп айтасың. Итальянский ма? Итальянский. Настоящий итальянец ғой. А? Десең. Италияға бардыңдар ма? Болдық. Қай қаласында? Римде. Нұрғалым, жалғыз өзің болған сияқтысың ғой? Мен мектеп кезінде Парижде, Берлинде, Варшавада болған. Андай конкурстармен. Сен нема тоже өнермен ба? Иә, мектеп кезінде ән айтып конкурстарға қатысқан кезде сол жақта бір 6-7 қаланы аралағанымыз бар. Мемлекет бір-бірлеріне жақын екен. Содан кейін біздің жаңағы путешествиямыз солай жалғасып кетті. Анар ханым, қазір сіздің хатыңызды оқимыз. Осыдан кейін міндетті түрде осы хат тұра берсін. Нұрекесі ағайға ұқсайсыз дейді. Ағайға ұқсайсың. Жасың 10 жас үлкен балалармен, 10 жас кіші балалармен ағай сияқты ұқсап. Бірақ мен ұқсайын ба 87 жылға? 87 деп айта алмаймын. Сөйтіп айта берші. 88-дерге ұқсап. Наргизіне жақтырмай қарап отырсыз маған. Мен качок денеме қарап отыр, Наргиз. Качок дене. Сен ең күшті болып жүретін едің ғой, мына жігіттерге бет, не очень. Онша емес болып қалдым да. Осыны стоматологқа барайын десең. Бәрі онша емес болып қалды ғой. Жен далаға шықпай қойсам ба, мен саған жетті. Далаға шықпай. Осы музыка неге жиі қоя береді дейді. Бұл музыка бізде отбивка ретінде бағдарламаның арасында, сосын региондарда жарнама уақытысына беріледі. Қазір Алматы түтіндеріңдер ме? Соны айтып жіберіңдер онда. Сөз жағың ба? Иә, Даник, 87-міз ғой. Сіздер байдың балалары деп жазып жатыр. Қалай, біз байын балалары ма? Иә. Жоқ, біз қарапайым жігіттеріміз ғой. Бай деген сонда байдың балалары. Атадан тірі болса сол бай. Түрлер оқушында болғаннан кейін байдың балалары да біліп отқыздырды сен. Яғни. Аллаға шүкір баймыз. Нұрғалым, Димаш қоймайды дейсің ғой, Тараз кетем алады. Димаштың папасының Таразда 3 рестораны, 2 автомойкасы. Сосын жаңағы Таразда базар бар, сол кісінің баласы екен десең. Ауыл береке Димашскі десең. Әкемнің аты Була, оны Була из Жамбула деп айтады. Келіңіздер. Йоо. Қатырлатып жіберемін дейді. Нұрғалым, сен анда гольф ойнайтын жігіттерге ұқсайсың демалыс күндері. Бар ондай. Гольф ойнайтын? Келген жақта, келген жақта. Анда ағалар болады ғой, гольф ойнап жүретін сөйтіп шөпте. Андай сигара шегіп, ба? Теннис жақсы ойнайды Нұрғалым. Мен теннис. Да? Кәдімгі үлкен теннис па? Настольный теннис. Ержан тамақ күшті. Сырым жүрсет. Әлжан Нұрлыбек жазып жатыр. Нұрболим мен Әлжанның ән қойып беріңіздер, тәңір қосқан досым деген дейді. Әлжан, бізде қазір
Самал тобу ән айтайын деп отыр. Қазір бұйыртса сәлем саған туған ел бағдарламасына қойып берейін сені әніңді. Точно байдың балалары дейді. Жұмыр қоймын. Бай болған несі жаман? Әр қазақ бай болсын, еліміз аман болсын. Бай болса жақсы ғой. Алматының қай жерінен? Өзінен ба? Мен туған жерім Нарынқол. Нарынқол айтты ғой, білейін. Көрініп тұрса Нарынқол кеткен. Сосын 2 жасымда әке-шешем жұмыс бабымен көшіп кетті. Аха. Ана прикол болды ғой анау. Менікі қай жаққа ұқсайды? Мен қай жаққа? Кеген жақтық сияқтысың. Ақсай ма? Ақсай, сол жақтар ұқсайды. Қарасаздан. Қарасаз? Почти екеуі. Райымбек ауданы. Біргеміз. Мұқағали Мақатаевтың туған жері деп айтып қойсам кәдімгі. Сәлем саған туған елде бүгін мен боламын да бір. Мен ба? Көбісі айтамын қазақ ұқсамайсың. Айтады. Нема, метис ба? Мен ба жоқ. Қазақпын. Албан. Албан? Мен де албан. Мен өскенде человек болғым келеді дейді. Іске Мен сәт. уже адамдарды түріне қарап қай жерден шыққанын білетін боламын ғой. Қойш. Сен дулатсың. Не болып жатыр Иә, достар? біліп тұр ма? Таразда дулат тұр. Мені қазақ. Қарасың бәрі дулат қой десе. Мен бірақ арғын. Арғынға ұқсайсың сен, сары болады ғой. Сонда мен қазаққа Бәрін білесің. Көп араласқан ғой адамдармен. Итальянский ұқсайсың. Ержан, иә, итальянский ұқсайды. Жоқ, Ержан ұқсайды. Мен кімге ұқсаймын сонда? Қазаққа ұқсаймын. Жоқ, сен андай бір американецке ұқсайсың, шын айтамын. Европейский ба? Иә, бір Техас па, сол болады ғой андай бір. Ой, Наргиз бүгін комплименттен жаудырып жатыр екен. Саған ұқсаймын ба? Иә. Наргиза гүл. Біздің гүл ғой. Қазір бекет сөйлеп жүресің, но неге ұқсайды деп. Тағы да айтып қой, Наргиздің жігіті бар деп айта берсін. Жаным, қазір. Ол жігіттің качок болмаса да жүрегі качок дейді. Жүрегің накачан дей ма? Жүрегің сен кача деп тастаған шығарсың. Спортпен айналыспайтын болып тұр ғой, иә? Жоқ, ол чисто ақшамен айналысады. Маған спорт керек емес десе. Неге керек емес? Білмеймін, өзі сондай несі, принципі. Жоқ, ол өзі Ақшасы болса болды. кетші. Денсаулық керек болады ғой полигон. Өз таңдауы. Жоқ, ет. Қалжың ғой, қалжың. Качок Наргиздің жігіті. Шада болған Ертең біреу тауып алған качок деп ойнасың. Қума, мыняқта бейін отыр. Серьезно? Иә. Кешіржан. қалжың жан деп қойса. Таппай емес ма, өзің жігітін жетеді. Жаным. Жігіттерге сәттілік, дауыстары тамаша екен дейді. Рахмет. Рахмет. Наргиз үшін айырып тастай беретін болсын дейді. Может. Наргиздің екінші аты айырып тастай беру. Моде. Антон? Иә? Сколько сейчас минут? Последний выход. Иә? Наргизді студент кезінде көретін едім дейді. Оның 9 минут қалды ғой. Нұрқадам Жолаев дейтін. Ой, Нұрқадам сен де қатырасың. Болмаса Және тағы бір жазып тұрған оқымай ақ қойын. Сіздер Алматы түнін айтайық та қазір. Сосын Неге тілек мынаны айтыңыздар. қойды біздің әнді қойса көрейін не бар? Осыдан кейін сендер үшінші әндер болады. Екі ән тыңдадық қой. Тоғыз минутта көре ма? Келеді, иә, последний. Последний выходта сендердің әндерің өтеді. Ол да тұсаукесер ғой, иә? Иә, ойындасын сен кетеді қазір. ойлаймын сені. Ал, эфир кет. Достар, кешкі шоуды ары қарай жалғастырамыз. Сонымен бұл енді жігіттер тағы да бір қонаққа де айтсақ деп отыр, иә? Иә, достар, жаңа біз итальян тілінде ән тыңдадық қой, иә? Енді бір нақышына келтіріп тұрып, бір қазақтың халық әнінен ба, әлде көпшілікке тараған бір әндерден өздеріңнің репертуарларыңнан орындасаңдар болады, қалауларың білсін. Морен айтайық. Море? Қазақша ән. Қазақша ән жоқ па? Қазақша. Қазақшаны айтайық енді. Жақсы, сол. Қазақша тыңдайық деп жатырмын енді. Жұлдыздар жерге жақында байланып қалған секілді қасқадар торған жазылған ойланып қалған секілді Алматы түні, Алматы түні, ұйқымды менің ұрладың. Алматы түні, Алматы түні, таң болып мені жырладың.
ары қарай жалғастыра ма деп ойладым. Менің қалым. Сен айт ма? Жоқ. Менің даусым ғой бұл жаңа үшінші дауыста отқан. Иә. Жақсы, тамаша жігіттер, жарайсыңдар, ұнады. Жылап жатыр ғой мына жақта кәдімгідей неше түрлі лайктар кетіп жатыр, жарайсыңдар деп жатыр. Міне жалпы қазақтың жігіттеріне қазақша ән айтқан жарасады ғой, қалай тартсаң да. Дегенмен де енді жігіттер алдыға қойған мақсаты өздерінің шетелде тыңдармандарына арнап бірінші әнді солай арнаған сияқтысыңдар. Сендердің жалпы осы жанрдағы тыңдармандар көбінесе шетелдің азаматтары мен азаматшары көп қызығушылық танытып жатады. Классика жанрына әндерге. Шетелден жазып жататын бар ма? Шетелдік тыңдармандарыңнан хаттар келіп жата ма? Әрине бар, жазып жатады. Арамызда. Не дейді олар? Не деп жатыр? Насылайсың дейді. Насыл. Бірақ енді біздің негізгі тыңдармандарымыз біздің жүректерінен орын алу керек жандарымыз ол қазақ халқы. Біз қазақ халқы үшін ең бірінші жазатын әндеріміздің бәрі сол қазақ үшін. Жарайсың. Күндер бәрін деген әндерің бар ма? Иә, жаңа қойып кеттім. Иә, бағана тыңдадық. Ол әнді кім жазды? Қандай ақындармен, композиторлармен жұмыс жасайсыңдар? Біздің Сүйіңдер бәрін ән жазған Ербол Нариманұлы деген жігіт. Білеміз. Сөзін жазған Ринат Саитов. Керемет. Ербол Нариманұлы деген жігіт жаңа таңғы блюз деген әні бар. Қазақша. Жақсы әнші. Жігіттер, енді сендерді осы қазақ эстрадасындағы аға әпкелеріміз жалпы қолдап жата ма? Сендерге деген көзқарасы қалай ол кісілердің? Біз енді көбінесе жаңағы композитор, сазгер, жаңағы музыканы түсінетін енді үлкен аға буындарымыз өте музыкаға өте жақын кісілер ғой. Білімдері толық деп айтайық. Мынау Арман Дүйсенов деген ағамыз бар. Біздің жаңағы презентациямызға келіп, арнайы келіп құттықтап кеткен. Сәкен ағамызды айта кетсек болады. Мейрамбек ағамыз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, тұсауларыңды кесіпті ғой деп. Иә, ол рас, тұсауымызды кесіп, бізге ақ тілегін білдіріп, батасын беріп кеткен жайы бар. Және де өнерден кем емес, мықты ақын азаматтарымыз да келіп, бізге әндерін арнап кетті. Ол біздің әндеріміздің текстін жазған, жаңа сүйіңдер ойлаймын сені деген қазір болайын деп жатқан. Соның текстін жазған Дулат Құйқас деген ақын кісі бар. Талай хит әндер деп айтайық. Хит әндердің авторы, жаңағы несін сөзін жазған ақын азамат. Сондай көп мықты кісілер болды. Жақсы, енді көптен бері мен мазалап жүрген сұрақ. Жалпы жазда қандай жоспар? Не план? Карантин уақытында не істейін деп жатсыңдар? Еңбек ету ғой. Топтың жұмыстары осы ән жазу, бейнебаян түсіру деген сияқты. Алда күтсеңіздер болады. Тағы да бір жақсы бейнебаян, жақсы бір ән шығады. Жақсы жігіттер, сендерге шығармашылық табыс тілейміз. Енді қазақ өнерінде жақсы келіп жатады кейбір топтар, сөйтеді, білмейміз кейбір жеке-жеке кетіп қалады, тарап кетіп жатады. Сендер өздерің мақсат тұтқан жерге шейін бірге жетіңдер. Ең басты бауырмалдықтарың, достықтарың ажырамасын. Ауызбіршіліктерің мықты болсын. Сәттілік тілеймін, Димашқа әсіресе жерлестеп. Жақсы, барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Қалжың, достар. Рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Ары қарай дами беріңдер, өсе беріңдер. Сонымен бүгіндікке достар, кешкі шоу бағдарламасы аяқталуға жақын, бірақ мен қазір үйге қайтам. Нұрбек үйге қайтпайды. Өйткені мен бір сағат көлемінде сәлем саған туған ел бағдарламасына тағы да тікелей эфирге шығатын боламын. Достар, құттықтау хаттарыңызды сол жақта күтеміз. Осымен біз қоштасамыз. Жігіттер, аман сау болыңдар. Рахмет сіздерге де бізбен бірге уақыт өткізіп, бізге де өтке қызықты сұхбат өткізгендеріңізге, қызықты сұрақ қойғандарыңызға үлкен рахмет, тілектеріңізге, ниеттеріңізге рахмет. Бізді тыңдаған барша тыңдармандарымызға да алғыс айтамыз. Жолдарыңыз болсын, әрқашанда күлімдеп жүріңіздер. Бұл Илгуатор тобы болды. Бүгін бізде қонақта эфирде қайта қауышқанша сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ал, жігіттер, рахмет. Сау болыңдар. Жақсы. Қыздар, жігіттер, рахмет. Біздің тікелей эфирге кіріп, сұрақтарыңызды жолдап, хат жазып. Баршаларыңызға тағы да қайырлы кеш, азаматтар, қыздар, жігіттер. Жұлдыз FM-ді тыңдай жүріңіздер. Жұлдыз FM ұжымына үлкен рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Ең үздік радио. Тағы да мына әнді түсіріп алайын, жаңағы тұсаукесер болып,
Жұлдыз FM жайнай берсін, гүлдей Ал, берсін. Димаш, бір нәрсе айтады. Тыңдармандарыңыз көп болсын, аман болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. жаңағыдай айта салыңдар, жұлдыз FM радиосында мынау ән